Көктемнің алғашқы күндерінде бүкіл ұжымның атынан келген ұлдарымыздың құттықтауын қабылдап, жасап отқан жайымыз бар. Көктем жыл мезгілінің ең бір керемет кезеңі. Соған орай жастарға да, орта жастағыларға да, үлкендерге де көктемдеріңіз ұзақ болсын. Әрбір күніңіз көктемнің күніндей жайдары болсын, шуақты болсын деп тілейміз. Лицейліктер, сендер мына бір нәрсені білсеңдер, лицейде жұмыс істеу, лицейліктерге дәріс беру, лицейдің есігінен кіріп шығу, бұл Құдайдың берген сіздерге үлкен аманаты, бағы, бақты. Бұл мектептің есігінен әлемге танылған талай шәкірттер, талай ұстаздар, талай басшылар кіріп шыққан. Бұл мектепте аты аңызға айналған Асаналы Әшімов бүкіл ұжымға бата берген. Республикалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Озғанбаевтың батасын алған мектеп. Бұл мектепте министр болған мектеп. Бұл мектептің егер тарихын айтатын болсақ, оны сол тарихын жасаған сіздер. Сондықтан бүгінгі күні керемет тарихты әрмен қарата жалғастырып жатқан, жақсы дәстүрді жақсартып онан сайын керемет қылып, заманына сай жасап жатқан ұжымдастарға, басшымыз Батырға, оның қосшылары, орынбасарларына, әрбір ұжымның мүшесіне, әрбір техникалық қызметкерге, әрбір ата-анаға, әрбір оқушымызға шын көңілімізден ризашылығымызды білдіреміз. Өйткені ауызбіршілік бар жерде жеңіс болады. Еңбек бар жерде міндетті түрде оның зейнеті болады. Біз сияқты еткен еңбектеріңіздің зейнетін халықпен, ұжыммен көріңдер деп шын жүрегімізден тілектестік білдіреміз. Ал осы мереке қарсаңында қазақ айтқандай, бірінші байлық денсаулықты, бәріңнің денсаулықтарын керемет болсын. Екінші байлық ақжаулық дегендей, бүкіл ұжымдастардың отбасы әулеті аман болсын. Үшінші байлық он саулық демекші, сендердің саулықтарың, сағаттарың, барлықтарың сағаттарың толық болсын. Ақшаларың көп болсын, жалақыны тағы да көбейтеміз деп жатырмыз. Жалақыларың онан да көп болсын. Әлемдегі ең бай мамандық иесі ұстаздар болатындығына менің ешқандай күмәнім жоқ. Миллионер мұғалім шыққан, стипендиат мұғалім шыққан, аудан әкімінің стипендиясын алған, облыс әкімінің стипендиясын алған мұғалімдер осы мектепте. Олай болса, сіздердің миллионер емес, миллиардер болғандарыңды біз қалаймыз. Барлықтарыңызға тілейтініміз аманшылық. Аманшылықпен қауышайық. Мерекелер құтты болсын, боталарым. Құрметті ұжымдастар, Рамазан айымен, көктеммен қатар келген 8 наурыз халықаралық әйелдер күні құтты болсын. Әр уақытта біз сіздерге тілекшіміз. Барлық жақсылықтарыңызды, жеңістеріңізді, қуаныштарыңызды естіп қуанып отырамыз. Сондықтан осы абыройдан Алла айырмасын, жеңістеріңіз көп болсын, жан-жақтарыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын, шәкірттеріңіздің арқылы әлемге, бүкіл Қазақстанға танылатын ұжым болып, әр уақытта аман жүріңіздер. Мереке құтты болсын.